Сәлем менің оқырмандарым. Мен бүгінгі видеода сіздерге жындар әлемі туралы айтатын боламын. Қазір елдің ішінде осы жындар әлемі деп неше түрлі әңгімелер, қауесеттер жүріп жатыр. Немесе ішіне жын кіріп кетіпті деп қаншама молдаға барып оқылып жүрген адамдар бар, иә? Әрине мен оларды теріс демеймін. Дегенмен де осы түсінікті ғылыми тұрғыдан болғанда да кәдімгі қарапайым тілмен мен өзімнің видеомда түсіндіріп бергім келеді көп адамға. Енді осы орайда баяғы кезде ертегілерде мына Аладдиннің лампасы деген ертегілер болды ғой, яғни бір құманның ішінде немесе бір бутылканың ішінде бүйтіп бір адам тауып алады да соның тығынын ашып жіберген кезде, немесе жаңағы құман болатын болса құманды бүйтіп ысқылап жіберген кезде ананың ішінен бір жын атып шығады да осы құмыраның ішінде мен 300 жылдан бері жатыр едім, сен мені шығардың, құтқардың, сондықтан да мен сенің ендігіден былай құлыңмын, сен не айтсаң да мен орындаймын деп ләббай тақсырма деп бір үлкен дию жын алдыңнан шығып елпек қағып тұратын еді. Ертегілерден біз соны көріп жүрміз. Жалпы айтады ғой, сказке, да в сказке намек дейді. Яғни кез келген ертегінің ар жағында негізінде адамдарға айтатын бір үлкен ой жатады. Енді бұл ертегінің айтайын деп тұрған үлкен ойын мен видеомның соңында айтатын боламын. Ал әзірге осы жындар әлемі дегеніміз не, соған жайлап кірісіп әңгімемізді айтып бастай берейік. Жалпы мына біз өмір сүріп отқан әлемде барлығы да энергия. Яғни менің бұрын видеоларымды қарасаңыздар, мен үнемі осыны айтамын, яғни адам деп отқанымыз энергия. Міне сол сияқты бұл әлем энергиялар әлемі. Құран кітаптарда айтып жатады, жындар әлемі бар, немесе адамдар әлемі деп жатады. Бұл рас, жындар әлемі және адамдар әлемі бар. Бірақ осы біз естіп жүрген әлем, жындар әлем деген, ол басқа жақта емес, сол өзімізбен бірге осы өмірімізде өзімізбен бірге өмір сүріп жатқан жағдайлар бұлардың барлығы да. Негізінде ғылым деп отқанымыз бұл тылсым әлем. Яғни тылсым әлем деп жүргеніміз бұл ғылым. Біз тылсым әлем деп негізінде бізге түсінуге қиын сияқты болғанмен, егер де сіз шамалы ғылыммен байланысыңыз болатын болса, сізге мұны түсіну өте оңай. Негізінде өмірде ешқандай да құпия жоқ, Алла тағала еш нәрсені де құпия қылып жасырмаған. Оның бәрі де ашық тұр. Тек қана біздің соған өзіміздің санамыз, ой өрісіміз жетпей жатады. Ал енді мына өмірге келгендегі біздің мақсатымыз сол санамызды, ой өрісімізді дамытып, осы өмірдің жұмбақтарын шешу екен. Сонымен жындар әлемі дегенге келейік. Жалпы Құранда айтады, жындар оттан жаралады дейді. Ал оның жалына жынға айналады дейді. Ал енді от деп отқанымыз не? Тағы да енді бұрынғы видеоларым туралы айтам. Яғни бұрынғы видеоларда естіп отырсаңыз, адамның ішінде от бар. Жалпы адам от, су, ауа, жер және де эфир қабатынан тұрады. Міне соның ішіндегі от деп отқанымыздың ішінде жын әлемімен осы жерде байланыс бар. Яғни бұрынғы видеоларда қарап отырсаңыздар, біздің ішімізде 37 градус ыстық бар. Енді адамның организмі жалпы айтады, үлкен химиялық завод сияқты. Әрбір қимыл қозғалыс ойдан кейін бізде белоктар, яғни гормондар бөлінеді, неше түрлі гормондар бөлінеді. Енді осы гормондардың ішінде бізге ең маңызды гормондар туралы айтып кетейін. Яғни мелатонин, серотонин, холотонин, кортизол деген ең басты гормондар бар екен. Жалпы адам қатты ашуланған кезде адамның ішіндегі 37 градус ыстығы одан да бетер қатты қайнайды. Көрдіңіз бе? Ол ішімізде тұрғанда от үлкен жалынға айналады біз ашуланған кезде. Осы оттың әсерінен мелатонин гормоны бөлінеді. Мелатонин денедегі температураны реттеуші гормон.
көрдіңіз бе, біз қатты ашуланған кезде негізі біздің организміміз ол тек қана 37 градусқа ғана арналған, бірақ сіз ашуланған кезде сіздің денеңіз қатты ысып кетеді. Енді сол ысып кеткен жерді біздің ішіміздегі, өзіміздің жаңа айттым ғой, біз адамның деген денесі бұл үлкен ақылды аппарат, сол аппараттан жаңағы ыстық жалынға су бүркейді. Былайша айтқанда, қарапайым тілмен айтсақ та, су бүркеген сияқты. Яғни сіздің қатты ыстығыңызды мелатонин деген гормон басатын болады. Сіз ашуланған кезде сіздің ана басқада органдарыңыз қатты өртеніп күйіп кетпес үшін организм енді амал жоқ өзінен үнемі мелатонин бөлетін болады. Сол мелатониннің әсерінен біздің температурамыз үнемі реттеліп отырады екен. Негізінде ол мелатонин тек қана түнде жұмыс жасау керек. Бірақ ол сіз ашуланған кезде амалсыз жұмыс жасайды. Мысалы, сіз күндіз ашуланасыз ғой, ренжисіз, өкпелейсіз, ашуланасыз, міне сол кезде амал жоқ мелатонин гормоны бөлінеді. Негізінде мелатонин деген гормон ол тек қана түнде бөліну керек еді. Сонымен енді сол гормон не істеді? Мөлшерден тыс бөлініп жатыр, ол баратта жиналады да ол келіп неше түрлі ауруға себепкер болады. Соның ішінде ең басты үлкен ауру сіздер, яғни зобқа ұшырайсыздар. Енді осы жерде сол бізде айтады гормональный фон дейді да, үйлесімді. Гормон деген бұл үйлесімділік. Демек осы түнде бөліну керек мелатонин күндіз бөлінгеннен кейін уже бізде организмімізде үйлесімділік несі өзгереді. Тепе-теңдік бұзылады. Былайша айтқанда тепе-теңдік бұзылады, үйлесімділік бұзылады. Енді жалпы бізде екі энергия бар. Қарапайым тілмен айтқанда женское, мужское энергия дейді. Немесе мына Тибет медицинасында айтады, ин және ян энергиясы дейді. Біреуі жаңа ин деп отқанымыз женский, ян деп отқанымыз мужской энергия, былай қарасаң. Немесе оны мына буддистер Буддада пингала немесе ида деп аталады. Олар немесе былай қарапайым тілмен айтқанда, мына тоқтағыдағы айтқандай плюс минус деген энергия, бірде плюс, бірде минус энергия бізде жүріп отырады. Міне жалпы әрбір энергия біздің бойымызда 40 минут сақталады. Мысалы, бірінші мына жағымызда жаңа айтқандай ян энергиясы болатын болса, ол 40 минут, мына жағымызда болатын болса, ин энергиясы болатын болса, ол да 40 минут. Яғни 40 минут сайын олар кезектесіп келіп тұрады. Неге мысалы мектептерде, сабақтарда 40 минуттан кейін 5 минуттық үзіліс деп айтады? Себебі осы кезде энергиямен ауысу болып отырады біздің ішімізде. Уже сіз 40 минут бұрын басқа бір состояниеде отырсаңыз, келесі 40 минутында сіз уже басқа состояниеде отырасыз. Міне осыны әу баста ғалымдар біліп, осы сабақтың нормасын 40 минуттың жобасы деп қойған. Енді негізінде жаңа тағы сол мелатонинге қайтып келейік. Мелатонин деген адамның ұйықтап ояну ритмін реттейді. Дене температурасын төмендетіп, ағзаны тыныштандырады. Көрдіңіз бе? Яғни, мысалы, түнде сіз жатқан кезде неге көрпе жамыласыз? Күндіз жүргенде үйіңізде дымжақ жүресіз де, бірақ түнде жамылғанда міндетті түрде үстіңізге бірдеме жамылатын боласыз. Бұл сіздің ыстық температураңызды денені, яғни тыныштандыру үшін денені салқындатады. Сол кезде сізде тоңқан сияқты әсер болады. Мелатонин осы сияқты тек қана ол түнде ғана бөлінетін гормон. Бірақ сіз күндіз ашуландыңыз ба, мелатонин күндізде бөлінеді. Енді кортизол деген тағы осы гормонға келейік. Жарық түскен сайын кортизол гормоны бөлінеді. Бұл гормон ұйқыдан оятып, адамды сергіту үшін жасалған, соның қызметін атқаратын гормон екен кортизол. Негізінде жалпы кортизол қауіп қатерге дабыл қағатын стресс гормоны екен бойымыздағы. Егерде 90 минут бойы жарық қан құрамында мелатонинді азайтады дейді.
яғни 90 минут бойы жарықта болатын болсаңыз, ол сіздің бойыңыздағы мелатонинді азайтады екен. Жалпы түнде адамдарға қараңғыда ұйықтаған абзал. Яғни түнде қараңғыда ұйықтасаңыз, сіздің мелатониніңіз дұрыс өндірілетін болады. Түсіндіңіз бе? Біздер қазір көбіне не істейміз? Көбіне үйде жарық жағып қойып, немесе кейбір балдар бар, үнемі жарықты жағып жатады. Ондай балалардың организмінде мелатонин дұрыс бөлінбейді, сізде үйлесімділік бұзылады. Сондықтан да түнде ұйықтаған кезде, жалпы кішкентай кезінен баланы қараңғылыққа үйретіңіз. Өзіңіз де жарықта ұйықтайтын болатын болсаңыз, жайлап қараңғыда ұйықтауға дағдыланыңыз. Енді жалпы жаңа айтып отқандай, күндіз жарық болғаны, кешке қараңғы болғаны маңызды екен. Енді серотонин деп отқанымыз, бұл енді көпшілігіңіз білетін шығарсыздар, бұл бақыт гормоны. Бақыт гормоны қай уақытта бөлінеді? Бақыт гормоны сізде осы өзіңіздің бойыңызда үйлесімділік болған кезде, қуанған кезде бөлінеді. Егер де сізде үнемі осындай ашулану, тағдырға налу, ыза, кек, немесе ішіңізде күндесі қызғаншақтық болатын болса, сізде бақыт гормоны, серотонин сізден бөлінбейді. Сізде керісінше үнемі мелатонин бөлініп жүретін болады. Енді мен бұлардың барлығында неге айтып жатырмын? Қазір енді жын туралы айтып жатырып, мелатонинге, гормондарға ауысып кеткен несі деп ойлап қалмаңыздар. Мен бұлардың бәрін бекерден бекерге айтып жатқан жоқпын. Енді жалпы біздің бойымызда, жаңа айттық, тағы да сол энергия. От деп отқанымызда бойымыздағы ол энергия. Енді жын деп отқанымыз не? Жын деп отқанымыз сол біздің бойымыздағы энергияның өте қатты көтерілуі. Көрдіңіз бе? Сіздің денеңіздегі температура қатты көтерілген сайын, яғни температура қай уақытта көтеріледі? Тағы да айтайын. Ашуланған кезде көтеріледі. Ашуланған кезде сіздің ішкі отыңыз жанатта жалынға айналады, жанатта жалынға айналады. Ол жынға айналады, былайша айтқанда, уже оның несі, уровені көтеріліп кетті. Көрдіңіз бе? Міне, жын оттан пайда болады дегені осы. Ол даладан келетін жын емес сізге. Жынды сіз өзіңіздің бойыңызда, өзіңіздің ішіңізде өзіңіз шығарасыз, былайша айтқанда. Негізінде осы ашу, ыза, кек, агрессия деп отқанымыздың барлығы да тағдырды қабылдамаудан, қызғаншақтықтан, іштегі өкініштен, күйініштен, іштегі күндестік қызғаншақтықтан пайда болады. Ал күндестік қызғаншақтық деп отқанымыз не? Бұл сіздің дұрыс ойланбауыңыздың кесірінен болатын нәрсе. Көрдіңіз бе? Ішіңіздегі қызғаныш сезімі, агрессия, оның барлығы да сіздің уже ойыңыздың дұрыс еместігін көрсетеді. Енді осы орайда көбіне біздерде мына қазақта бастырылу деген бар. Түнде жатқан кезде бастырылып қалады. Сосын оны күндіз емшіге немесе біреуге баратын болсаң, ол саған айтады, сені жын басып жатыр дейді. Негізінде оның несі, былайша айтқанда, ол былай, қарапайым тілмен айтқан кезде, тело спит, мозг просыпается дейді. Яғни сіздің телоңыз әлі ұйықтап жатыр деген сөз. Негізінде жаңа айттым ғой, мелатонин, сіздің түнде мелатонин, сіздің организміңізде мелатонин көп бөлінді де, сіздің ожана телоңыз ояна алмай жатыр. Соның кесірінен телоңыз тұрмайды, бірақ керісінше мына неңіз, ойыңыз, мозг дейді ғой, мына мозгыңыз, миыңыз оянады. Негізінде біздің тәніміз де, миымыз да екеуі қатар ояну керек. Екеуі қатар оянған кезде біз ұйқыдан сергек болып оянамыз.
Енді бұны немесе ғылымда сонный паралич деп айтады. Яғни түнде адам бастырылған кезде бір параличке түсіп қалған сияқты қимылдай алмайды, қозғала алмайды. Менің жалпы бұл тақырыпты қозғаған себебім, мен өзім осы психология әлеміне келгенге дейін, өзіммен өзім жұмыс жасағанға дейін менде осындай бастырылу өте көп болды. Емшіге бардым, неше түрлі ем дом жасадым, бірақ олардан мен аса көп пайда алған жоқпын. Тек қана дұрыс білімді игерген кезде ғана мен сол бастырылудан құтылдым. Яғни оның барлығы да менің ар жағында менің психологиямнан екенін түсінгеннен кейін ғана мен солардың барлығынан да құтылдым. Енді сонный параличте жүрсіз ба, яғни сізде бастырылу бар ма? Демек сіздің ішіңізде стресс бар деген сөз. Яғни стресс деп отқанымыз тағы да жаңа айтқандай, сіз өмірді, тағдырды қабылдамай жүрсіз. Өкініш ішіңізде. Неге стресс? Көбіне адамдар неге стресске түседі? Менің баласына бола стресске түседі. Ойбай, менің балам бүйтпеді, менің балам сөйтпеді деп та. А негізінде баланың өзінің тағдыры бар. Баланы сіз өмірге әкелдіңіз, бірақ сіз өмір бойы ол балаға не істеп, не қою керек екенін көрсетуге міндетті емессіз, егер де сіз ана болатын болсаңыз. Немесе қазір кезде екінің бірі ақшаға қатысты стресс, яғни барымызға қанағаттанбау. Біз қазір телефонда неше түрлі дүнияларды көреміз, соның барлығында алғымыз келеді, соның барлығында кигіміз келеді, барғымыз келеді, жаңағы той, мереке, кафе дегендердің бәріне де барғымыз келеді. Соған бармасақ бір қатардан қалып қоятын сияқты бізде сондай бір ұғым бар. Міне, сөйтеміз де тағы да стресске түсеміз. Тағы да барамыз да кредит аламыз, немесе біреуден қарыз қаламыз, ол қарызымызды жаба алмай қалып жатамыз. А негізінде ол олай емес. Сіздер киім киесіз бе? Киімді де ешкіммен бәсекелесудің қажеті жоқ. Біреумен күндес болудың қажеті жоқ. Сіз үстіңізге киім киіп біреуден аса алмайсыз. Сіз дүния жинап біреуден аса алмайсыз. Міне, сондықтан да ешкіммен де бәсекелеспеңіз, қажет емес. Өмірдегі ең жаман нәрсе қазіргі өмірде бәсекелесу. Біреуді көре алмау. Оны көремізде менде неге жоқ деген ұғымда қаламыз. Ренжиміз соған. А негізінде мен сол дүнияны алуға менің ақшам жоқ. Мен бірақ сол ақша табатын қасиетімді қалай дамытсам болады? Қалай ақша тапсам болады? Мен не істесем болады? Қасиетімді қалай ашсам болады деп біз керісінше сол бағытта ізденуіміз керек. Бойымыздағы жаман ойдан, қызғаныштан арылуымыз керек. Бізге сол кезде өзі-ақ бізге бұйырған несібе өзі-ақ келеді. Біз қазір бүкіл стрессімізбен өзіміздің жолымызды өзіміз жауып жүрген адамдармыз. Егер де сіз менің видеомды бірінші рет қарап отқан адам болатын болсаңыз, сіз менің бұрынғы видеоларымды қараңыздар. Сол жерде осы жөнінде көбірек айтылады. Сол видеоның бәрін тыңдап келсеңіз, сізге жайлап түсініктер келіп бастайды. Міне, ешкіммен де бәсекелеспеңіз, қажет емес. Ешкімнен де артық боламын демеңіз. Біз Алланың алдында барлығымызда теңбіз. Сіз артық болыңыз, адамгершілігіңізбен артық болыңыз. Сіз артық болыңыз, біліміңізбен артық болыңыз адамдармен. Сіз адамдардан артық болыңыз, өзіңіздің сабырлығыңызбен, шыдамдылығыңызбен артық болыңыз. Дүниямен, ақшамен ешқашанда бәсекелеспеңіз, немесе біреулерді күндемеңіз. Міне сондай күндейтін, ішіңізде стресс, яғни өмірдің дұрыс заңдылығын түсінбегеннің кесірінен стресске түсіп жүрсіз бе, сіздің ішіңізде сондай параличтер болады екен. Ол сізге даладан ешқандай да жын келмейді, сіз жынды өзіңіз жасайсыз. Егер де сіз өзіңіз мықты болатын болсаңыз, іштей сізге сырттан ешкім де ештеңе істей алмайды. Себебі бізді барлық уақытта да қорғап тұратын біздің ішкі әлеміміз, біздің ішкі энергиямыз, біздің ішкі стержен дейді, ішкі стерженімізді біз мықты қылуымыз керек. Жалпы стрессте жүретін адамды енді ренжімеңіздер. Көп адам енді қазір ойлайды, мен Құдайға жақынмын, немесе біреулер бар, орамал таққан соң жақынмын, намаз оқып жүрген соң жақынмын деп ойлайды. Бірақ өкінішке орай ол олай емес. Сіз стрессте жүрсіз бе, демек сіздің Құдайға деген сеніміңіз жоқ, және де рухыңыз өте төмен.
былайша айтқанда, жалпақ тілмен айтқанда, духыңыз төмен адамсыз. Біздерде бүйде ойлайды, адамдар жағаласып, айқайлап, ұрысып, біреуден бірдемесін тартып алса, біреуден біреу артық болатын болса, менің духым мықты деп ойлайды. Немесе біреумен ұрысып қалатын болатын болса, соны айқайлап қайткенше, жеңгенше тынбайтын адамдардың духы мықты деп ойлайды. А негізінде ол олай емес. Бәрі де керісінше. Духы мықты адам біреудің айқайлағанын, біреудің артық сөйлеген сөзін өзіне ешқашанда қабылдамайды. Түсіндіңіз бе? Себебі сіздің кім екеніңізді біреудің сөзі шешпейді. Сіз іштей өзіңіздің кім екеніңізді білсеңіз болды. Сыртта біреудің әңгімесі сіз үшін маңызды емес. Осы орайда мен өзімнің үнемі ұстанатын принципім бар, айтып жүрем: не главное, что думают другие, главное, что думаю я. Көрдіңіз бе? Маған сырттағы адамдардың не ойлаған маңызды емес, менің өзім туралы не ойлағаным маңызды мен үшін. Енді осы орайда тағы да керісінше, мына айкезбе дейді, лунатик дейді. Қазірде мына өз-өзінен түнде сөйлейді, түнде тұрып кететіндер бар. Бұларды қазақша айкезбе дейді, орысша айтқанда лунатиктер деп айтады. Бұл неге байланысты? Жаңа бірінші айтқанымыздағы бастырылу деген, тело ұйықтап жатады да, ми оянса, а мына жерде керісінше, тело оянады да, ми ұйықтап жатады. Көрдіңіз бе? Үйлесімділік жоқтың кесірінен. Тағы айтам, теломыз ұйықтап жатады. Егерде айкезбе болатын болса, үйде балаңыз немесе өзіңіз, керісінше сіздің миыңыз оянып жатады, оянып кетеді. Бұлардың барлығы да, яғни мозг оянып деген сөз, біздің мына мышцы дейді, мышцаларымыз ояу болып, олар жұмысын тоқтатпайды. Содан біз орнымыздан тұрып кетеміз. Енді бастырылу да, мына айкезбе де ол жындылық емес. Даладан сізді ешкім жынды қылып жатқан жоқ. Бұл сіздің өзіңіздің, тағы айтам, өзіңіздің жаман ойыңыздан, жаман ниетіңізден. Енді осы орайда осылардың алдын алу үшін не істеуіміз керек? Біріншіден, дұрыс ой ойлауымыз керек. Түсініңіздер, дұрыс ойлана алмайсыз ба? Дұрыс осындай ойыңызды жүйелеп беретін адамдардың көмегіне жүгініңіздер. Дұрыс ой ойлау керек. Екіншіден, здоровый образ жизни, яғни салауатты өмір салты. Салауатты өмір салты дегенде, яғни сіз артық керек емес, тәніңізге керек емес тамақтарды жемеңіздер. Қазір кезде неше түрлі дүкендерде сусындар бар шығып жатқан, горилла дейді, жаңағы энергетикалық сусындар. Ондай сусындарға сіз ішкен сайын сіздің ғана ішіңіздегі, итакта әрбір ішіңіздегі жаңағы денсаулығыңыз нашар болатын болса, одан да бетер нашарлата береді. Сіз сырттан өзіңізді көтеретін стимул алып, уақытша ғана өзіңізді көтергеніңізбен, энергияңызды, уақытша духыңызды көтергеніңізбен, керісінше сіздің ішкі әлеміңіз соққы алып жатыр. Міне, салауатты өмір салтын сақтаңыз. Кешкі сағат 10-да ұйықтаңыз. 10 мен 1-дің аралығында міндетті түрде біздер ұйықтауымыз керек, және де қараңғыда ұйықтауымыз керек. Осыны сақтаңыздар. Түнгі 12-ге дейін, 1-ге дейін жүрмеңіздер. Және де таңертеңгі мезгілде таңғы 6-да оянуға тырысыңыздар. Енді таңғы 6-дан 1-ден ояна алмасаңыздар да, жайлап-жайлап 7:30-нан бастап ояныңыз, жайлап-жайлап 7-де ояныңыз, 6:30-да ояныңыз, 6-да ояныңыз. Олардың барлығына да жайлап-жайлап жету керек. Әрине, ол бірден болмайды. Спортпен айналысыңыз, таңертеңгі мезгілде жүгіріңіз, жүріңіз көбірек. Содан кейін тағы ең басты нәрсе, біз қазақтар кешкі мезгілде тамаққа лықып тойып аламыз. Осы орайда тағы да пайғамбарымыздың мына сөзін еске сала кеткім келеді. Асқазанды 3-ке бөл дейді. Саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз айтады. Сол бөлінген асқазанның бір бөлігі тамақ, бір бөлігі су, бір бөлігінде ауа болсын дейді. Яғни біздердің жартылай аш болып жүргеніміз өте пайдалы біз үшін. Енді ұйқының алдында тамаққа тойып алмауымыз керек. Тамақты сағат 8-дерге жеп алып, сағат
уже ондардың жобасында ұйықтаған кезде біздің асқазанымыз уже сергек болып ұйықтауымыз керек екен. Одан кейін түнде жатқан кезде екі беттен жатуға болмайды. Ет бетінен деп айтады ғой, ет бетінен жатуға болмайды. Егер де ет бетіңізден жатсаңыз, сізді кейбір кезде білесіздер ме, адамдар бүйтіп шошып оянып кетеді. Сол кезде ол сізді мозғыңыз оянып жатыр. Сен дұрыс жатқан жоқсың, тұр деп сені түртіп жібереді сені. Түсіндіңіз бе? Себебі біздің мына ішіміздегі организм, біздің ішкі әлеміміз ол өте ақылды. Ол барынша сіздің ауырмауыңыз үшін, сіздің мына өмірде сергек болуыңыз үшін барын салып жұмыс жасап тұрған нәрсе ішімізде. Міне. Енді барлық уақытта бір қапталымыздан ұйықтауымыз керек. Одан кейін мысалы сіз түнде бастырылып қалдыңыз дейтін болатын болсаңыз, бастырылған жағдайда бірден счет санаңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген сияқты счетты санаңыз. Және де бастырылған жағдайда көзіңізді қозғауыңыз керек. Былай да былай көзіңізді қозғасаңыз, сіздерде бастырылу жеңіл өтеді. Сонымен адамның екі иығында екі періште болады деп айтып жататын еді ғой Құран кітапта. Сол сияқты біздің екі иығымызда бір жағымызда минус, бір жағымызда плюс энергиямыз бар. Бірақ ол ауысып тұрады. Бірде мына жақ плюс, бірде мына жақ минус болып тұрады. Міне сол жын деп отқанымыз біздің бойымыздағы өзіміздің жаман минус энергиямыз. Басыңыздағы жаман ой, жалпы айтады, мысли материализуется дейді. Яғни сіз жаман энергияңыз жиналып, күндердің күнде сол жынға айналады екен. Сол энергия бір күні өзіңізді басады. Енді жаңағы айтқандай, гормондарда өзгеріс болған кезде, бізде үйлесімділік жоқ болған кезде, біздерде зоб ауру, әсіресе мына зоб ауру, бұл біздің щитовидкамызда өзгерістің болып жатқандығын білдіреді. Яғни сол гормондардың дұрыс еместігін білдіреді. Енді мен бұны неге айтып отырмын? Яғни біздер жаңағы мен өзімнің видеомның басында сіздерге джин Аладдин туралы ертегіні айттым. Оны бекерден бекер мен сізге айтқан жоқпын. 300 жылдан кейін неге ол ертегіде оны тауып алған иесі 300 жылдан кейін тауып алады? Бұл біздің қарапайым тілмен айтқан кезде мына 3 поколение деп айтуға, ата, әке, бала деп жатыр. Яғни 3 поколение, 3 атамыз. Яғни сіздің әу бастағы поколенияңызда бір осы өмірде ашу, ыза, кегі ішінде болған болатын болса, яғни сол атамыздың ішіндегі гармония бұзылған болатын болса, сол ұрпаққа беріледі. Ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Әрбір адамның өмірін 100 жыл өмір сүреді деп есептейтін болатын болса, яғни 300 жыл деп отқанымыз 3 атаңыздың поколениясы, яғни 300 жыл. 300 жыл бойы сол энергия ұрпақтан ұрпаққа берілді. Енді сізге келіп тұрып, сізде жын басында, демек сіздің бұрынғы аталарыңызда сондай жынның энергиясы көбірек болды, бірақ сізден уже ол мөлшері көп болып шығып тұр. Көрдіңіз бе? Енді сіз сол ішіңіздегі жынды, жаңа айтқандай, тазаласаңыз, ойыңызды тазалап, соның бәрін шығарсаңыз, сізді бір кездегі басқан жын сіздің өміріңізде сіздің дегеніңіз болатын болады, сіздің дегеніңізді орындайтын болады. Міне ертегі соны айтқысы келіп тұр. Яғни сен ана бойыңды тазала, баяғы ата бабаңнан келе жатқан генетикалық кіріңнен арыл деп айтып жатыр. Жалпы осы неден 3 поколенияда біз өзімізді тазаламайтын болсақ, бұрынғы ата тегімізде тазаламайтын болатын болсақ, онда бізден шығатын балалар аутизммен ауырады. Қазір аутизм болып келіп жатқан балалардың барлығының да ар жағындағы негізгі себеп сол. Бір кездегі генетикалық кір арқылы 3
үш атамыз тазаланған жоқ кезінде, ашуланды, өкпеледі, ренжіді, ауруын тазалаған жоқ, ойын тазалаған жоқ. Енді оның 4-ші поколениясы мына өмірге келген кезде автоматически аутизм ауруына ұшырап келеді. Міне. Бұрынғы видеоларда да мен айтып жатырмын, қайта-қайта сіздерге, яғни біздер мына қазіргі өмір сүріп жатқан біздер мына ұрпақтар, біздер тазалану үшін келгенбіз. Біз өзімізді тазаласақ, автоматически біздің сол баяғы поколениямызда тазаланатын болады. Бізден кейінгі ары қарай ұрпақ таза жолмен, таза энергетикамен жүретін болады. Қазір эра водолея, су құйғыш дәуірі. Су құйғыш дәуірі деп отқанымыз бұл тазалану дәуірі екен. Сондықтан да барлығыңызда тазалануға шақырамын. Енді мен бүгінгі видеомда жын туралы барынша сіздерге түсінікті қылып айтуға тырыстым. Егер де сізде осындай аурулардың белгісі болатын болса, оны қайта-қайта дәрігерге барып, немесе сырттан гормон ішіп, немесе молдаға барып, бір дұға жазып алып, уақытша ғана жүрудің қажеті жоқ. Одан да өзіңізбен өзіңіз түпкілікті дұрыстап жұмыс жасаңыздар. Енді осы орайда менің сабақтарым бар, бірақ енді әзірге мен ол сабақтарды шығарып жатқан жоқпын, бірақ енді сондай сабақтар керек болады дейтін болсаңыздар, комментарийға өздеріңіздің контактілеріңізді, номерлеріңізді жазып кетіңіздер. Немесе мен де өзімнің номерімді жазып қоямын видеоның астына. Сол жерде сол номерлерді қалдырсаңыздар, мен сіздерге хабарласып, сабағымның қашан өтетіндігін сіздерге хабарлап айтатын боламын. Маған контактілеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сонымен ағайын, жын деген ешқандай да даладан еш нәрсе келмейді. Ол барлығы да өзіміздің бойымыздағы жүрген нәрсе екен. Ойымызды тазаласақ, соның барлығы да кетеді. Мен бұны неге айтып отырмын? Себебі мен өзім осының барлығынан да өттім. Бір кездері қаралмаған молдам жоқ, оқылмаған молдам жоқ. Тіпті мынандай жағдай болды менің өмірімде. Бастырылған кезде сенен бойында әруақ бар екен, сол әруақты кетіру үшін, қашыру үшін, сол әруақ сені мазалап жүр екен, кетіру үшін, оны шошыту үшін шошқаның боқтарын үйіңе қою керек деген сияқты бір кезінде бір далбасалаған да нәрселер менің басымнан өтті. Сондай да кез болды, бірақ соның барлығынан да мен психологиялық кітап оқып, өзіммен өзім жұмыстанған кезде, білім деген құндылықты игерген кезде мен соның барлығынан да құтылдым. Қазір әрине сағат 10-да ұйықтап, таңға ертемен 5:30-6-ларда тұрамын. Салауатты өмір салтын сақтаймын, артық нәрселер жемеймін. Міне, сол кезде мен осы айтылған нәрсенің барлығында дұрыс екенін түсіндім. Яғни бір кездегі жаңа айтқандай тұқым арқылы, ата тегім арқылы келген жынды қазір өзім қолыма алып игеріп, оны мен қазір былайша айтқанда шыбықпен өзіме көндіріп, өзім соны жұмсап жатырмын. Соның арқасында менің өмірімде Құдайға шүкір керемет жақсы мұғжизалар болып жатыр. Керемет ғайыптан керемет бір тылсым күшті ғажайып жағдайлар болып жатыр. Алла тағала барымызды да жақсы өмірде өмір сүруді нәсіп етсін. Жақсы ой ойлайтын, жақсы ниетті адамдардың қатарынан етсін деп бүгінгі мен осы видеомды аяқтаймын. Әрине видеома лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Тағы да айтамын, мен сіздердің жақсы пікірлеріңізге де, жаман пікірлеріңізді де қабылдаймын. Жаман пікір мені өсіруге, жақсы пікір мерейімді өсіруге. Екі пікірді де мен қабылдай аламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.